Саламатсыздар ма оқушылар? Біз есептер берілген кезде көп есепті зат мөлшерінен шығарамыз. Сондай біз қазір сендерге екі мысал беріп отырмын. Бірінші мысалда күкірт диоксидінің 16 граммы берілген болса, зат мөлшерді, көлемді және молекула санын қалай табамыз? Олай болса біз былай табамыз. Балалар, бізге қандай да бір зат берілсе, біз бірінші орында оның зат мөлшерін табамыз. Зат мөлшері қалай табылады? Масса берілді ма? Онда оны малярлық массаға бөлесің. Яғни масса, граммнан құтылу керекпіз біз. Оны граммнан қалай құтыламыз? Малярлық массаға бөлсек, граммнан мольге бөлсек, сонда грамм қысқарады да моль қалады. Міне, зат мөлшер SO2 тең масса бөлу малярлық масса. Масса 16-ға тең бізде. Малярлық масса SO2 қаншаға тең? S-тікі 12, 32, оттектікі 2 оттектікі 32, яғни 64-ке тең екен, балалар. Сонда 16-ны бөлеміз 64 грамм на мольге. Грамм қысқарады. Сол кезде бізде шығады 0,25 моль. 0,25 моль шығады екен. Келесі, балалар, біз енді осы газдың несін табуымызға болады? Көлемін табуымызға болады. Олай болса, біз формуланы түрлендірдік. Біз алдыңғы видеода формуланы түрлендірдік. Яғни біз V-ны табу үшін, яғни V 6-ның орнында тұр. Онда 2 мен 3 не істелінеді? Көбейтіледі. Яғни VSO2 тең N көбейту VM деген формуламен шығаратын болады екенбіз. Олай болса, бізде зат мөлшер белгілі болды 0,125 моль. Көбейтеміз малярлық көлемге 22,4 литр на моль. Литр, бізде литр кетпейді, моль қысқарып кетеді екен. Біреуі бөлшектің жоғарғы бөлігінде, біреуі бөлшектің астында. Яғни бізде бұл жерде шығады 5,16 литр шығады екен. Келесі, молекула санын табамыз. SO2-ден қанша молекула екен. Тағы да осы формуланы өзгертеміз. Яғни бізде Na белгілі. Na тұрақты, малярлық көлем тұрақты, малярлық масса тұрақты. Малярлық массаны оқулықтың бірінші бетінен аламыз. Малярлық көлем 22,4 литр на мольге тең. Авогадро саны 6,02, 10-ның 23 дәрежесі моль минус 1-ге тең екен, балалар. Келесі, яғни N-ді табу үшін, моль молекулалар санын табу үшін, яғни 6-ны табу үшін біз не істейміз? 2 мен 3-ті көбейтеміз, олай болса, N-ді көбейтеміз Na-ға, авогадро санына. Сонда зат мөлшер бізде 0,25 моль болды. Көбейтеміз 6,02, 10-ның 23 дәрежесі моль минус 1-ге. Яғни моль мен моль қысқарылады. Сол кезде бізде шығады 1,505 көбейту 10-ның 23 дәрежесі. Бұл жерде өлшем бірлік жазылмайды. Келесі, егерде сендерге аммиактың көлемі берілетін болса, аммиактың көлемі 2,125 литр берілетін болса, біз зат мөлшерді қалай табамыз? Зат мөлшер тең, мына жерде өзі берілген форманың өзін ала саламыз. V бөлі VM. Яғни біз кімнің зат мөлшерін тауып жатырмыз? NH3-тің зат мөлшерін. Яғни бұл жерде 2,124 литрді бөлеміз. 22,14 литр на мольге. Сол кезде литр қысқарып 0,1 моль шығады екен. Келесі, молекулалар санын табатын болсақ, N тең, тағы да осы формулаға саламыз. N көбейту Na. Сол кезде 0,1 мольді көбейтеміз 6,02, 10-ның 23 дәрежесі моль минус 1 дәреже. Моль қысқарылады, бізде шығады 0,602 көбейту 10-ның 23 дәрежесі. Немесе үтірді жылжытатын болсақ, үтірді алттан кейін қоятын болсақ, бізде 23 деген санымыз
қысқарады. Сонда 6/02 оның 22 дәрежесі қалады екен балалар. Енді массасын қалай табамыз? Масса NH3 тең, яғни біз массаны табу үшін зат мөлшерді малярлық массаға көбейтеміз. Зат мөлшеріміз 0,1 моль шықты. Көбейтеміз. NH3-тің малярлық массасы қаншаға тең еді? Азоттікі 14, сутектікі 3, қосатын болсақ 17. Сонда 17 грамм мольге тең. Яғни моль қысқарылып 1,7 грамм масса қалады екен. Балалар, тағы да сұрақтарың болса, осы видеоның астына жолдасаңдар болады. Тапсырмаларды видеоның астына жіберетін боламыз.